Асар баспана корпоративтік ұйымының негізін қалаушы Нұрбол Мырзаға не айтқым келеді? Ассаламағалейкум қазақ елі. Мойыма батыр, мойыма, кейіме. Сіз сияқты тау тұлғалар қазақтың басына берілген бір бақ берекесі. Әр заманның елі үшін еңіреген азаматтарының кезіндегі, мысал үшін, мына Сталиннің кезіндегі қазақ халқын жоғалтып жіберу саясатын жаңағы жүргізіп атқан уақытта өздерінің қанымен, терімен, жанымен, ұрпағымен барлығын пида беріп, өзінің қазақ халқын аман алып қалды. Қазіргі жағдайда ондай саясат болмаса да, қазір қолдан жасалған материализм заманында халық әбден жүнжіп кеткен, халық әбден тозып кеткен, халық әбден қарыздың астында қиналып жүрген уақытта сіз келдіңіз. Бүкіл Қазақстанға ықпалыңыз тимесе де, 95 мың адамның алғысын алып, 95 мың адамның қолдауына ие болдыңыз. 95 мың адамнан бір теріс пікір сіз туралы айтылмады. Әр заманның жаңағы тау тұлғалы өзіңіз сияқты елім деген еңіреген азаматтардың, адал азаматтардың әр заманда да бұл өмірде жаңағы өмір жақсы болмаған. Ыстыққа көбірек күйген, суыққа көбірек тоңған. Жай қарапайым адамдармен қарағанда, сонда елім үшін деп еңіреген азаматтардың тағдыры әлдеқайда қатал болған. Нақақтан жала жабылған, нақақтан атылып кеткен, нақақ жер аударылып кеткен неше түрлі жағдайлар болған. Сіз де сондай тау тұлғалардың бірісіз, сіз де сондай жаңағы нақақтан жазасыз жазаланып отырған жандардың бірісіз. Иншалла әділдік орнайды. Сіз де бостандыққа шығасыз, сіз де өзіңіздің қолдаушыларыңыз сізді күтеді, қолдаушыларыңыз сізге әлі де қолдау көрсететін болады. Сіз жалғыз емессіз. Енді мынау пирамидалық ұйым деп ойластырылып тапқан, жаңа пирамидалық ұйым болған жағдайда ол бірнеше адам, максимум бір 6-7-10 адам дейікші, 10 адам жаңағы ұйымдастырылып халықтан ақша жинады, сол 10 адам ғана бөлісіп алады. Ал бұл кісі жаңағы айналымдағы қаражатты 95 мың адаммен алыс-беріс, жаңағы айналымдағы қаражат 95 мың адаммен жасалып жатыр. Сонда бұл ұйымдастырушы бұлар ғана емес, получается жаңағы 95 мың адамда мошенник болып тұр ғой. Бұл логикаға сыймайды, ақылға қонбайды. Халықтың азаматын халыққа қайтарыңыздар. Халық үшін елім деп еңіреген азаматтарға мүмкіндік беріңіздер. Елім деп еңіреген азаматтарды осылай жаңағы аяғына тұсау сасаңыздар, жас ұрпақ одан кейін өсіп келе жатқан біз не істейміз? Біздің рухымызды өшірген боласыздар. Кейінгі келе жатқан жас ұрпақтың рухын өшірген боласыздар. Елім деп бірдеме істейін деп жатсаң, осылай қамап тастаса, елім деп еңіреп бірдеме сөйлейін деп жатсаң, жаңағы алдыңа кедергі болған уақыттарда оны көрген басқа адамдар, қара халық, басқа жас ұрпақтардың барлығына мысы басылады. Ары қарай елге қызмет етуге құлқы болатын жаңағы тау тұлғалар жоқ болады. Елдің тағдырына балта шаппаңыздар. Халықпен халық бірігіп, халықтың ішінде де неше түрлі ақылды адамдар бар. Мысал үшін Американың бүкіл экономикасын бір адамның ақылдылығының арқасында көтеріп тастады. Сингапурда да тура солай. Мүмкін Нұрбол Мырза да біздің маңдайымызға жазылған қазақ халқының жаңағы экономикасын көтеріп тастауға, елінің экономикасын көтеріп тастауға берген Алланың бір жіберген адам шығар. Ақылды азамат, білімді азамат, IQ жоғары азамат, оның математикалық стратегиясы кез келген адамда осының есептеуі жаңағы нелерді жаңағы бір-біріне келтіруі, ұйымдастыруы, жалпы өзінің саласында жұмыс жасауы өте талант. Ондай талантты адамдардың аяғына тұсау болуға болмайды. Сондай талантты адамдар біздің Қазақстанды көкке көтереді. 30 елдің емес, 10 елдің керек болса қатарына қосып береді. Сондықтан Нұрбол Мырзаға бостандық тілейміз. Босатыңыздар, халыққа қайтарыңыздар халықтың адамын.